Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ешқандай қуыруды, қайнатуды қажет етпейтін, барлығын араластырып, баклажкаға құйып, сақтай беретін, дәл осындай огонек кобра деп аталатын өте дәмді салаттың рецептісімен бөлісемін. Мен бұл видеода барлығын толықтай асықпай көрсететін боламын. Сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Бізге осындай 3 килограмм помидор, іші етті, сондай қызыл помидор таңдағандарыңыз дұрыс. Қызыл болгар бұрышы, чеснок және де осындай ащы перец, тұз, қант, сұйық май қажет болады. Ең алдымен помидорымызды жуып, тазалап, керек емес бөлігін алып тастап, ет тартқышқа өткізуге оңай болатындай етіп, 3-4 бөлікке бөліп аламыз. Дәл солай болгар бұрышында ет тартқышқа өткізуге оңай болатындай 3-4-ке бөліп алатын боламыз. Ет тартқышымызды дайындап, осылайша алдымен помидорларымыздың барлығын өткізіп аламыз. Егер сіздерде ет тартқыш болмайтын болса, блендермен өткізіп алсаңыздар да болады. Осылайша помидорларымыздың барлығын өткізіп болғаннан кейін кішкене үлкендеу ыдысқа құйып аламыз. Және де осындай помидордың астында қалған суын құймаймыз, ол бізге қажет емес. Және де болгар бұрышында барлығын осылайша ет тартқыштан өткізіп шығамыз. Ең соңында чеснокпен осындай ащы перец пайдаландым. Мен 3 килограммға 3 штук пайдаландым. Егер де сіздерде балдарың жей алмайтын болса, ащыны ұнатпайтын болсаңыздар, қоспасаңыздар да, немесе бір ғана штугын қоссаңыздар да болады. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетулеріңізді сұраймын. Және де WhatsApp желісінде өздеріңіздің достарыңызбен, группаларға, чаттарға дәл осы видеомда бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Помидорымыздың үстінен жаңаға өткізген барлық заттарымызды салып, дәміне қарай 2 ас қасық тұз және де 1 ас қасық қант қостым. Сіздер өздеріңіз қанша килограмм помидор жасайсыздар, соған қарай дәмін өздеріңіз көріп, тұз қоса берсеңіздер болады. Және де үстінен осылайша жарты укроппен жарты петрушканы майдалап турап қосып жібердім. Бірақ та бұл міндетті емес, қоспасаңыздар да болады. Және де үстінен бір жарты пияладай сұйық май қосып жібердім. Сұйық май бізде бұл чертополохымыздың ашып кетпеуіне көмектесетін болады. Және де ең соңында 3 таблетка бізге аспирин қажет болады. Сол аспиринді майдалап, ұнтақтап қосып жібереміз. Менде дәл сол жері видеоға түспей қалыпты. Барлығын жақсылап араластырып, біз бірден баклажкаға құймаймыз. Бетін жауып 7-8 сағатқа немесе 1 түнге қалдыратын болады. Міне біздің 1 түн тұрған чертополохымыз осылайша қоюланып, өте әдемі болады. Енді баклажкаларымыздың барлығын жылы сумен 3-4 қайтара жуып тазалап, үстінен воронка қойып, құйып шыға беретін боламыз. Менде кішкене чертополох қоюланып қалғандықтан воронкадан өтпей қалды. Сол себепті дәл осылай вилкамен араластырып құйып алдым барлығын. Көпшілігі описание бөлімін таппай жатады. Осы тақырып тұрған жерді бассаңыздар, описание бөліміне өтіп, толықтай құрамының барлығын көре алатын боласыздар. Отбасыларыңыздың мүшесіне қарай 2-ге 3-ге көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте әдемі шығады. Қыс мезгілінде кез келген тағаммен өте әдемі үйлеседі. Сіздермен болған арайлым.